Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның 7-ші күніне картошканы мариновка жасап, духовкаға пісіру жолын жасаймыз. Осылай картошкаларды ұзынша турап, бір ғана штук жуаны қосып, үйдегі барлық дәмдеуіштерді қосамыз. Мен майонез қостым, сосын 2 қасық томат қостым қызарту үшін. Барлығын жақсылап араластырып, осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Келесі видеоның шығуына мотивация болады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Хрустящий болып шығады. Осылай мариновка жасап, бір сағаттай бұқтырып қалдырып қойсаңыздар, өте бойына дәмдеуіштер сіңіп, өте дәмді болып шығады. Осылай табаның астына пергаментіне қағаз төседім, жабысып қалмас үшін. Духовкаға салып 250 градуста бір 20-25 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Картоп өте тез пісіп қояды. Мен бұның қасына тефтели қостым. Дайын тефтелиді. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Сау болыңыздар.